Әңгімені басынан бастайыншы. Менің 2000 жылғы қызым бар. Жақын арада күйеуге тиген. Негізі өзінің сөйлесіп жүрген жігіті бар еді. Мына бір жұмысқа тұрғалы, осы бір жігіт үйге дейін көлігімен әкеліп тастап жүрді. Ерке, мына жігіт кім? Ол неге сені үйге дейін әкеліп тастап жүр? Дегенімде, Жансая деген құрбымның досы ғой. Уайымдамаңыз, ол өте жақсы бала. Деген соң үндемей қоя салғанмын. Енді бұл бала күніге келгіштеп кетті. Қызыма тағы айттым. Қызым, мына бала бекерден бекер келіп жүрген жоқ. Өзіңнің жігітің естісе не болады? Дедім. Содан қызым ол баламен сөйлесіп, түсіндіріп айтыпты. Қайтып оны біразға дейін көрмедім. Солай күндер өте берді. Бір күні қызым, мама, мен күйеуге тиемін, дейді. Ойбай, кімге? Қанатқа. Өзіңнің жігітің ше? Ұрсып қалдық. Адам деген бұрыстан кейін осылай шешім қабылдай ма? Сен бұл баланы білмейсің ғой, десем. Мама, ол жақсы бала, намаз оқиды, салмақты. Ең бастысы мені жақсы көреді. Сен ше? Сен оны жақсы көресің ба? Иә, жақсы көретін сияқтымын, дейді сенімсіз. Бірақ ол өте жақсы бала, намаз оқиды, ішімдік ішпейді, темекі шекпейді, артық сөзі жоқ. Үй ішімен намазхандар екен. Ал Асылжанның аздап ұрттайтыны бар. Сонысы маған ұнамайды. Оның үстіне ол өте дөрекі сөйлейді. Алыста болса да, үнемі мені бақылауда ұстағысы келеді, деді. Жарайды қызым, өз жүрек қалауыңды тыңда, жас емессің, 20-дан асып жатсың, оң солыңды білетін шығарсың, деп келісімімді бердім. Апыл-ғұпыл тәтті шай өткізіп, қызды алып қашатын болып келістік. Өйткені ұзатып шығарып салуға менің жағдайымда жоқ еді. Сонымен ол үйге келін болып түсті. Ертесіне маған хабарласқанда мен айттым. Қызым, енді сен бұрынғыдай ерке қыз емессің. Ата-енең бар, күйеуің бар, өз отбасың бар. Беймезгіл маған хабарласа берме. Ұят болады. Бір жақтың сөзін екінші жаққа тасыма. Телефон көп шұқылама. Одан да үй тірлігін істей бер, деп қызыма түсіндірдім. Ол, жарайды мама, деп түсінді. 2-3 күн өтті. Қызымнан хабар жоқ, 1 апта өтті. Өзім телефон соғайын десем, ыңғайсызданамын. Хабарлама жазсам бармайды. Бір күні жайсыз түс көрдім. Қызым мола жақта жалғыз өзі жүреді. Бет-аузын тұмшалап алған. Түрін көре алмаймын. Айқайлайын десем, даусым шықпай қиналамын. Түс түлкінің боғы деп, жақсылыққа жоритын қазақпыз ғой. Сағынғаннан болар деп мән бермедім. Ертесінде тағы сол түс, айнытпай. Қызым қап-қараңғы жерде, жалғыз өзі оранып алып жүреді. Мен мына жақта, қызыма қолымды созсам, жет алмай қиналам. Түн ортасында су тер болып оянам. Ертесіне таңертең 9-да қызыма хабарластым. Көтермейді. 5-6 рет хабарлассам, көтермейді. Енді мен анық қорғайын дедім. Бір кезде құдағиыма хабарластым. Құдағи, менің қызым аман ба өзі? Қанша күннен бері хабарласа алмай жатырмын, деймін. Иә, бәрі аман есен. Алаң болмаңыз. Үйден қонақ үзілмей, қолы тимей жатқан болар. Дегенде барып, дедім. Қызыма телефонды беріңізші, даусын естейін. Сағынып кеттім, дедім. Бір кезде қызым алып, алло, дегенде, мен басқа дауыс естідім. Менің қызым емес, басқа біреудің даусы сияқты. Себебі еркемнің даусы саңқылдап қалған, тез-тез сөйлейтін, алло, мам, деп жарқ ете қалған дауыс жоқ. Қорқып тұрған адамның даусындай. Ана шіркіннің жүрегі ешқашан алдамайды ғой. Ерке, қалың қалай, неге даусың біртүрлі болып тұр, десем. Бәрі дұрыс, мама, уайымдамаңыз, деп тұтқаны құдағиға бере салды. Түкке түсінбеген күйде қалдым. Құдағиым да жақсы, деді де қоя салды. Сенесіз ба? Сол күні түнімен ұйықтай алмадым ғой. Қызымның ақырын ғана алло деген даусы құлағымнан кетпейді. Сол түні тағы да жайсыз сөз көріп шықтым. Бұл жолы күндегіден де сұмдық түстер. Қызым сел суға ағып бара жатқандай, түрі көрінбейді. Тек қолын созады маған. Мен де қолымды созсам, өте алыста. Айқайлайын десем, даусым шықпай тағы қиналдым. Ертесіне тұра салып, такси шақырып қойдым.
Құдағиға звондап, құдағи, мен сіздердің үйіңізге барайын деп жатырмын. Такси шақыртып қойдым. Үйіңізге кірмеймін. Қызымды көремін де қайтамын. Менің жүрегім тынышталмай жатыр, дедім. Құдағи, сіз әлі шықпай тұрыңыз. Мен қазір намаз оқып болып сізге хабарласамын. Таксиіңізге айтыңыз, келмей-ақ қойсын, деді. Мен одан сайын алаңдасам да, құдағидың келесі хабарласқанын күттім. Құдағиым түнгі 10-дарда бірақ хабарласты. Сіздерге айтпаймыз деп жүрген едік. Бірақ сіз келем деген соң айтпасқа амалымыз қалмады, дейді күмілжіп. Мен шошып кеттім. Не болды? Қызым аман ба? Неге күмілжіп тұрсыз? Шындықты айта беріңіз, дедім шыдамсызданып. Ұлым мен келіннің төсегіне дуа жасалған екен. Ұлым қазір қатты ауырып, адам танымай жатыр. Еркені де танымайды. Түнде айқайлап, сандырақтағаннан қызыңыз қатты қорқып қалған. Сол үшін де екеуін бөлек жатқызып жатырмын. Ерке залда менің қасымда жатыр. Қанатты көргеннен дірілдеп қорқа береді. Қазір 4 молда 4 жақтан оқып жатыр. Өткендегіден сәл тәуір болып қалды. Бірде есін білсе, бірде білмейді. Есін жиғанда, еркеге мені тастап кетпеші, дей береді екен. Қызыңызға мамаңның үйіне барып дем алып кел, десем бармай жатыр ғой. Дегенде менің үстіме мұздай су құйғандай болды. Қорқып кеттім. Қызыма беріңізші, деп жылап жібердім. Бір кезде қызым, алло, дейді ақырын ғана. Қызым, ботам, еркетайым, жағдайың қалай, десем, жақсы, деді созып. Мен қазір барып, сені алып кетемін, дедім бірден. Жоқ, мама, мен ешқайда бармаймын, дейді даусы өзгеріп. Қызым, неге үйге келгің келмейді? Құдағиға да үйге бармаймын депсің. Неге олай дедің, десем, ауырып жатқан күйеуімді қалай тастап кетемін, мама? Ол маған тастап кетпеші, деп жалынды ғой, дейді. Иә, сенікі де дұрыс. Мен де сені қолдаймын. Бұл да бір Алланың сынағы шығар. Бірақ қанат жазылғанша менің қасыма келсеңші, бәрібір бөлек жатып жүр екенсіңдер. Мен сені ажыратып алмаймын ғой, десем. Жоқ, мама, бармаймын дедім ғой, деп тұтқаны қоя салды. Ал, уайым, не істеймін? Ешкімге айта алмаймын. Ертең жақсы болып кетсе, күйеу баламды бәрі саусағымен шұқып көрсете ма деп ешкімге айтқым келмеді. Бірақ содан кейін күнде қызыммен сөйлесіп тұрдым. Бірақ бұрынғыдай әңгіме айтпайды. Қасында біреу тұрғандай. Бір күні үйіндегілер Жетісайға молдаға кеткен екен. Қызымыз екеуміз 1 сағаттай сөйлестік. Мама, мен мына үйден қатты қорқамын, дейді. Онда сені алып кетейін да, рұқсат берші. Ертең қанат жазылса, қайтып барасың, деймін жалынып. Жоқ, мама, мен оған уәде бергенмін. Оны тастап кете алмаймын, дейді. Сонымен арада 1 апта өткенде қызыма хабарлассам, мама, бізге дуа жасалмаған, дейді молда. Қанаттың ішіне жын кіріп кетіпті. Әскерден келгенде достарымен қыдырып жүріп, жаман жерді басып қойған екен. Ол шоколадты көп жейтін еді. Сол ішіндегі жын тәтті жегізіп жатыр депті молда, дейді қызым. Ал одан сайын қорқайын. Қызымды зорлап алып кете алмаймын. Күйеу балама молда айтыпты. Ішіңдегі жын әйел екен. Сен оны тәттімен баптап жатыр екенсің. Ол сен үйленбей тұрып ішіңе кірген. Ал сен үйленген соң шыққаны. Ол сені қызғанып жатыр. Ертең оразада олар ұйықтайды. Сол кезде оқып қайтарамыз, депті. Содан 1 ай оразада күйеу бала жақсы жүрді. Ораза біткен соң ауруы қайта басталды. Бір күні Астанадағы 2-ші қызым келді. Мама, еркені қатты сағындым. Бауырым екеуміз барып келейікші, деген соң жібердім. Бірақ құдағиға алдын ала ескертіп қойдым. Олар кешке барған, ертесіне сағынышымыз басылмады. Тағы 1 күн жатайықшы, деген соң мақұл дегем. Түс қайта Астанадағы қызым хабарласып, мама, біз қайтатын болдық. Мына үй бізді қуып жатыр, дейді ғой. Ойбай, қуған несі? Қалай сонда? Десем. Мама, үйге барған соң айтам, деп тұтқаны қоя салды. Үйге келген соң кіші қызым, мама, анау үйде ерке бақытсыз екен. Ол үй бар ғой, тура мола сияқты мама. Есіктен кіргеннен айналаға Алла туралы жазып тастаған. Азаннан кешке дейін сүрелерді бақыртып қойып қояды екен.
Үйінде 11 адам тұрса да, дыбыстары шықпайды. Бәрі өз бөлмелеріне кіріп, Құран жаттап, таспих тарта береді екен. Үйінде шыбынның даусы ғана естіледі. Өзара сыбырласып сөйлеседі екен. Сіз беріп жіберген нан мен тәттілерді итке тастап жатқанын көрдім. Мама, ол үй біртүрлі екен. Еркені көрсеңіз, мүлдем басқадан болып қалыпты. Жөтелсем де селк кете қалады. Дегенде мен тез киініп, жолға дайындалдым. Еркеге хабарлассам көтермейді. Хабарлама жазып жібердім. Қазір мен барайын деп жатырмын, дайын отыр, деп жаздым. Арада 5 минут өтпей, құдағи хабарласып, құдағи қалайсыздар, дейді түк болмағандай. Қазір біз сіздердікіне барайын деп жатырмыз. Еркенің кеше бауырларына деген сағынышы басылмапты, сізді де сағыныпты, деді. Барамын, деп отырған мен, мынадан кейін мысым басылып қалды. Өздерінің келгенін күттім. Шыдай алмай, далада күтіп отырмын. Бір кезде келді, қақпаны ашып қойғанмын. Сонда да олар көліктерін сыртқа қалдырып, өздері кіріп келе жатты. Мен қызымды көргенде талып қала жаздадым. Сенесіз ба? Түрі тура бір зомби сияқты ғой, сұп-сұр, ап-арық, сәл еңкейіп қалған ба? Аяғында зомбилар сияқты сүйретіп келеді. Көзі шиша сияқты, нұры жоқ көзінде. Мен оны құшақтаған кезде қу сүйек қой. Небәрі 2 айдың ішінде неліктен бұндай күйге түскені мен үшін жұмбақ. Сонда да әдептен озбай өз-өзімді ұстап үйге кірулерін өтіндім. Жоқ құдағи, үйіңізге кірмей-ақ қояйық. Әлі құдалық шақырысқан жоқпыз ғой, ұят болар, дейді сызылып. Ең болмаса, даладағы тапшанға отырыңыздар, деп тапшанға шақырдым. Бұл жерде ашумен емес, ақылмен шешуді жөн көрдім. Қызыма зияным тимес үшін бір амалын тауып, оны жібермеуім керек. Мыналар сау адамдар емес, хиджаб кимесе де теріс ағымға кіріп кеткен сияқты. Өйткені алдына қойған астан түртіп алмады ғой. Шайды да ұрттаған құсап, ерніне тигізіп отыр, бірақ ішпейді. Нан үзіп алмады енесі. Қызым бір қуыс болып, енесінің қасында отыр. Ашаршылықтан келген адам сияқты нанды аузына асайды кеп. Бір кезде мектепте оқитын кіші ұлым жүгіріп келіп, қасыма отыра қалып, маған аяғы тиіп кетті. Мен «әй» деп қалып едім. Қызым селк ете қалды. Ұйқысынан шошып оянғандай, жан-жағына қарайды. Жайлап тұрып, үйдің ішіне кіріп, апама хабарластым. Тәте, үйге келесіз ба? Еркелер келіп еді. Қызымның түрі ұнамай тұрмаған. Оған бірдеңе істеп қойған сияқты. Тәте, мен қызымды ол үйге жібермеймін. Қазір сізде солай айтыңызшы, деймін жалынып. Үнемі мені қолдап, көмектесіп жүретін апам. Қазір мен барамын, қызды жібермей тұр, деді. Мен 4 баланың анасымын. Күйеуім осыдан 10 жыл бұрын жүрек талмасынан қайтыс болған. Ақерке үлкен қызым. Біз оны еркелетіп, ерке деп атап кеткенбіз. Әкесі марқұм, сондай қатты жақсы көретін еді. Екінші қызым мен, үшінші ұлым студент. Кіші ұлым мектепте оқиды. Яғни 2 қыз, 2 ұлым бар. Күйеуім жақ көмектесіп тұрмаса да сәлеміміз түзу. Той домалақ, өлім жетімде болмаса, бұлайша көп араласпаймыз. Алматының шет жағында тұрамыз. Әкелері жоқ болса да, ешкімнен кем қылмай өсірдім деп ойлаймын. Жаңағы келем деген әпкем ғана маған көп көмектесіп тұрады. Туған анамдай. Өз анам ерте қайтыс болып кеткен. Алматының ортасында 3 бөлмелі пәтеріміз болатын. Күйеуім екеуміз маңдай терімізбен тауып, базарға шығып жүріп, тірнектеп жинаған ақшамызға осы 3 бөлмелі пәтерді алғанбыз. Күйеуім қайтқан соң, бауырлары үйді алып қоямыз деп шапқылаған кезде, осы апам олармен сайысып жүріп, мені құтқарып қалған. Кейін ол пәтерді сатып, қаланың шетінен шағын үй әперіп, қалған ақшасына дүкен салып берген. Апамның осы жақсылығын ешқашан ұмытпаймын. Апам өте әділ, қатал болса да, сондай мейірімді. Сол үшін де ең бірінші осы апама хабарластым. Қызым, бұлай шыққан соң жайлап түсіндірдім. Ерке, мен сені бүгін жібермеймін. 1-2 күн қасымда бол, сағындым, десем. Жоқ, мама, мен кетуім керек. Қанат ренжиді. Қазір қайтамыз, дейді асығып.
Даусы да басқаша, өзінің даусы емес сияқты. Қорқып тұрсам да шошытып алмайын деп, қызым, қазір апаларың келеді, олар да сені сағыныпты, ең болмаса бір күнге қалшы, енеңмен күйеу балаға өзім айтамын, деп жалындым. Сыртқа шыққан соң құдағиға қарап, Ерке бүгін менің қасымда қалады, дедім қатқыл дауыспен. Неге? Деді олдан дауысы өзгеріп. Апаларым келе жатыр, сағынып қалған шығар, мауқы басылсын. Жоқ құдағи, Ерке қазір менімен қайта берсін, кейін бір реті келгенде жіберермін, дейді орнынан тұрып. Қаным басыма шапты, сонда да қызымды шошытып алмайын деп. Құдағи, қызым бүгін менімен қалады дедім ғой, дедім көзімді аларта қарап. Ойбай, құдағи-ау, не болды сонша? Менде керек қылып тұрған жоқпын қызыңызды. Оказывается, Ерке екен ғой, менің балама дуа жасаған. Жетісайдағы молда солай айтты. Шашын қиып, молаға апарып көмген екен. Шашын алып тастаңдар деген соң, шашын тықыр қылып алып тастадық. Дей бергенде, шыдай алмай, орнымнан қарғып тұрдым. Қызым қорыққанынан, екі қолым басына қойып, мені ұрып жібереме дегендей бұғып қалды. Тағы да ашуымды басуға тырысып, түсінбедім. Сіз не деп тұрсыз? Дедім сабырлымен. Бар ойым, қызым шошып қалмасын деп тұр. Менің түрім бұзылып кетсе керек. Құдағи бірден сөзінен айнып, Жетісайдағы молда солай дейді. Әрине, мен сенбедім оған. Ерке ондай емес қой. Ол менің жаным ғой. Қалайша Еркемді сондайға барады деп айтып отыр екен, деп өзгеріп шыға келді. О, тоба, не деген 200 адам, деп таңғалдым. Дәл сол сәтте апам кіріп келді қақпадан. Мен апаммен амандастым да, үйге жүгіріп кіріп кеттім. Апам көпті көрген адам ғой шіркін. Ештеңе айтпасам да, менің түрімнен ақ бәрін түсініп қойды. Еркеммен амандасқанда, реңін көріп, тіптен еңіреп жылады. Құдағи, амандасып болған соң, құдағиға айтып түсіндіріңізші, Еркені бүгін жібермеймін деп жатыр. Ел жұрт не дейді ертең? Баласы ауырып, келінін төркініне апарып тастапты, демей ме? Деп отыр ғой. Апам адуынды кісі, және бір-ақ рет сөйлейді. Оның көзқарасының өзінен бәріміз қаймығамыз. Әй құдағи, бүгін Ерке бармайды дедік қой. Неменеге мыжи бересің? Сенің ел жұртыңның сөзіне түкіргенім бар. Сендерге адамнан бұрын сөз маңызды екен ғой. Не істегенсіңдер мына қызға? Тірі қуыршақ құсап қалыпты ғой мына қыз, деп қызыма қарады. Ол байғұс бүріскен күйі отыр, қимыл жоқ. Екінші қызым оны құшақтап отыр. Ал енді не үшін келген себебіңді айт. Сен мені сағынғаннан келіп отырған жоқсың, білемін. Қане, жөніңді айтта, тайып тұр бұл жерден. Дегенде құдағидың аузына құм құйылды. Негізі бұның келген себебі қызың менің ұлыма дуа жасапты, деп айтайын деген ғой. Апамның ашуынан қорқып, кешегі тірлігіміз үшін кешірім сұрайын деп келген едік. Құдаша мен құда балаға қайтыңдар дегенім. Күйеу балаларыңыздың айқайлап сандырақтағанын көрмей-ақ қойсын дегенім ғой. Қорқып қалама деп, дейді сасқалақтап. Екінші қызым, біз жездеміздің ауруын көру үшін бармадық қой. Бауырымды сағынған соң бардық. Апа, негізі Ерке, кетпеңдерші, деп жалынған соң, тағы бір күн қалғымыз келген. 1,5 айдан бері Ерке ұйықтамапты. Мені тас қылып құшақтап ұйықтады ғой апа, деп ол да жылап жіберді. Күйеу балада үн жоқ. Басын салбыратқан күйі, пияладағы шайды ішкен адам құсап, бетін жауып отыр. Сонымен апам екеуінде қуып шықты. Енді Еркем ол үйдің табалдырығын аттап баспайды. Болды, осымен әңгіме бітті, деп апам қақпаны тарс жауып алды. 2-3 күн қызым маған өкпелеп сөйлемей жүрді. Кішкене өз-өзіне келсін, қызды қинама, сәті келген кезде өзі бәрін айтып берер. Бірақ көзден таса қылмаңдар, үйден қашып кетіп, немесе өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін. Сол үшін үнемі қасында бол. Сәл есін жиса, үлкен молдаға апарып оқытармыз. Қазір қинап апарсақ, одан сайын ушығып кетер, деп апам қайтып кетті. Келген күннің ертесінен бастап 3 күн ұйықтады ғой. Қорқып кеттім. Көрпесін бүркеніп алып, ұйықтай берді. Тамақ жеуге әрең тұрғызамыз. Ұйқысы қанып, есін жиып, бетіне қан жүгіріп, қызымның көзі ашылып қалды. 1 аптадан соң
әңгімеге тарттым. Ол кезде екінші қызым Астанаға қайтып кеткен. Ерке екеуміз кешке серуендеп жүріп, ақырын сұрай бастадым. Қызым, маған ештеңені жасырмай айтшы, ол үйде не болды? Деймін жай ғана. Мама, сіз шыдамсыз адамсыз ғой. Мен қазір айтсам, оларға айқайлап кетесіз. Одан да ештеңені айтпай-ақ қояйыншы, дейді төмен қарап. Қызым, уәде беремін, оларға ештеңе демеймін. Тек сол 2 айда не болғанын айтшы. Соншама азып-тозып кететіндей не жағдай болды? Деймін шыдамсыздана. Жарайды, айтамын. Бірақ сізде уәдеңізде тұрыңыз. Оларға ұрыспаңыз. Мен Қанатпен ажырасқым келмейді. Осыны ұмытпаңыз. Ол өте жақсы адам. Тек мамасы... Деп тоқтап қалды. Не мамасы? Мамасы не істеді саған? Деп даусым шығып кетті. Қызым, маған өкпелі көзбен қарап, уәде бердіңіз ғой, дегендей аузы бұртиып қалды. Болды, қойдым, кешір. Тек ештеңені жасырмай айтшы, дедім құшақтап. Екеуміз саябақтағы орындыққа отырып алдық. Қызымның ойлы көзі алысқа кетті. Үндемей отыр. Мен де үндемедім. Бір кезде, мама, егер менің әкем тірі болғанда, олар мені бұлай басынбас еді, деп бастады әңгімесін. Үлкен абысыным Айжан бар ғой, соның әкесі өте қатал екен. Енем сол құдасынан жаман қорқады. Абысыным мен қайнағам жұмыс істейді. Азанда кетеді, кешке келеді. Үйдің тірлігіне қолының ұшында тигізбейді. Тіпті шай ішкен кесесінде жумайды. 2 келін бір үйде тұрамыз. Ол ханшайым сияқты, ал мен сол үйдің күңі сияқтымын. Азаннан кешке дейін үй тірлігін істеп жүре беремін. Жұмыстан қашпаймын ғой. 9 сынып бітіргеннен бері еңбектеніп келемін емес пе? Бірақ екеумізді алалайтыны жаныма батады. Менің әкем жоқ болғаным үшін солай жазалайма деп ойладым. Әкемді мен өлтіріппін ба? Неге адамдар тек жағдайымен түр әлпетіне қарап, төркініне қарап бөледі? Мені бөлектегендері айтпаса да білініп тұратын. Келін болып түскен соң 10 күннен кейін Қанат ауыра бастады. Бірінші басым ауырады, дей берді. Бір күні ұйықтап жатсам, Қанаттың айқайлаған даусынан шошып ояндым. Түріне қарасам, көздері ойнақтап, бір нәрседен қатты қорыққан сияқты аспанға қарап қолын созады. Әне, келе жатыр. Анау 3 адам маған жақындап қалды, деп жан даусымен айқайлайды. Бәрі бөлмемізге жүгіріп келді. Мен қатты қорқаным соншалық қозғалуға шамам келмей қалған. Енем бісмілласын айтып, дұғалар оқып жатыр. Абысыным мені зал жаққа алып кетті. Бір кезде күйеуімнің жылаған даусы естілді. Не керек? Сол түні ұйқы бетін көрмедік. Ертесіне күйеуіме жақындамақ тұрмақ, түріне қарауға қорқамын. Кешегі ойнақтаған көздері есімнен кетпейді. Енеме айтып едім. Ол мені өзінің қасына жатқызды. Атам вахтада жұмыс жасайды. Сонымен Қанат бірде сау, бірде ауру. Сау кезінде мені тастап кетпеші, деп жалынады. Неше түрлі молдаларға апарды. Бірақ нәтиже жоқ. Көзіне біреулер елестеп, біресе жылап, біресе күліп, түсініксіз жағдайлар болатын. Бәрі сол Жетісайдағы молдаға барып келгеннен кейін басталды. Ол жақтан келгендегі енемнің көзқарасы әлі есімнен кетпейді. Сондай өшпенділік көзімен қараған еді. Сен менің баламды дуалапсың ғой, дуа кеш. Үндемей жүріп, бәрін бүлдіріп жүрген сен екенсің ғой, дегенде мен түсінбей қалдым. Мама, не деп тұрсыз? Қайдағы дуа? Дуа деген не өзі? Деп түсінбей қалдым. Иә, түк білмей қал. Неменеге өтірік көлгірсіп тұрсың? Айт шыныңды. Қай жерге жасаттың дуаны? Деп айқайлағанда қорқып кеттім. Мама, енем қайдағы дуаны айтып отыр. Мені солай жасайды дегенге сенесіз бе? Деп қызым сұрағанда, мен өз теріме сыймай, жынды болып кете жаздадым. Дәл қазір барып, Құдағидың шашын жұлсам ба деп, жұдырығымды тас қып түйіп отырдым. Бірақ сөйлеуге болмайды. Қызымды әрең дегенде сөйлеткенде, қазір бірдеңе десем, ол мүлдем ештеңе айтпай қоюы мүмкін. Өз-өзімді қолыма алып, жоға қызым, қайдағы дуа? Сен ондайға бармайсың ғой. Олар арамза молдаға сеніп, шатасып жатқан болар.
деген сөзді айтқаныма өзімнің жыным келіп отыр. Бірақ қызым үшін аяғына дейін тыңдауым керек. Әрі қарай не болды? Асықпай айта бер, деп жүзіне қарадым. Сол күннен бастап маған күн бермеді енем. Ол үйдің көңілсіз аурасынан қысылып жүргенім бар. Күйеуімнің ауруы, енемнің түртпектеуі, бәрі қосылып, мен ұйқыдан қалдым. Білмеймін, ұйқым келіп тұрса да ұйықтай алмаймын. Көзімді жұмып ұйықтап жатқан сияқтымын. Бірақ санам ояу. Қазір ұйықтасам, күйеуім кенеттен айқайлап жібере ме деп қорқып жатамын. Бір өзімді залға жатқызып қойды. Маған тамақта жасатпай, дайындап берген шайымды да ішпей қойды. Бұл үй шынында да мола сияқты. Ешкіммен сөйлеспейді. Сәл қолымыз босап қалса, сүре жатта, тәспих тарт, Инстаграм қарағанша уағыз тыңда, деп тыныштық бермейді. Есіктің алдынан біреу өтіп бара жатса, анау неменеге жүр, дуа жасауға келген шығар, деп көшедегінің бәрін дуакеш қылып қояды. Көршінің үйінде шай ішпейді, нан ауыз тимейді. Тіпті тойдан келген сарқытты да итке береді екен. Балаларына да солай үйреткен. Қысқасы, ол үйдегінің бәрі тек енемнің бұйрығымен жүрген. Ол жат десе жатады, тұр десе тұрады. Балаларының бәріне намаз оқытқызып қойған. Мама, мен де бұрыннан намаз оқимын ғой. Бірақ мынадай санасы уланып кеткен адамдарды бірінші рет көруім. Ол үйде Алладан басқа әңгіме айтылмайды. Бір жерге барып көрген білгеніңді айтайын десең, енем, олай деп айтпа, күнә болады. Оның үйінен тамақ жеме, харам, деп тыйып тастайды. Одан кейін әңгіме айтуға да қорқып қаласың. Бұл үйде тек атам ғана намаз оқымайды. Атам өте жақсы адам, бірақ бақытсыз, деп еркемнің көңіл күйі түсіп кетті. Атасын жақсы көретіні байқалады. Құлыным кіп-кішкентай болып, 2 айда соншама есейіп кеткеніне таң қалдым. Бір кезде сөзін қайта жалғастырды. Атам байқұс бақталық жұмыста істейді. 1 ай істеп, 1 ай демалады екен. Миллиондап тапқан ақшасының 1 тиынын құртпай, енеме санап береді. Сонда да жақпайды. Жұмыстан келсе де үйде болмай, басқа жаққа жұмысқа кетіп қалады. Жексенбі күні такси болып кете салады. Ең бастысы, мына үйде болмаса болды. Меніңше, ол үйден қашып жүреді. Өйткені енем оған да тыныштық бермейді. Арасында 100 грамдататын әдеті бар, бірақ салынып ішпейді. Соны енем бетіне басып, жағасынан алады. Үйге кіргеннен, ой алқаш, келдің бе, одан да намаз оқымайсың ба? Жұрттың еркектері намаз оқып дәретін алып жүреді. Ал сен кәпір, арақтан аузың құрғамайды. Сен ішсең, менің намазым қабыл болмайды. Балаларыңнан үлгі алмайсың ба? Деп миын жеп қояды. Байғұс атама жаным ашып кетеді. Әрине, сондай сөздерден кейін үйден қашып кетеді. Енем тіпті қасына жатпайды екен. Екеуі 2 тамда жатады. Бұл үйде Қанат пен атам ғана жақсы адамдар. Анау 2 қайнағам мен қайным енеме ұқсап қалған. Яғни, енем солай өзіне ұқсатып алған. Күніге дін туралы уағызды миына құя берсең, кез келген баланың санасы уланады ғой. Анау болмайды, мынау болмайды деген тыйымдары көп. Тіпті судың өзін артық жаратқызбайды. Үйде Аристон болса да, далаға дәрет алыңдар, суды ысырап қылмаңдар, дейді. Артық шомылуға қорқамыз. Бірдеңе болса, Алланың қалауымен болды. Алла солай қалап тұр, амал жоқ. Алла бәрін өзі реттейді. Бір Аллаға сен, басқа ешкімге сенбе, дей береді. Олардың айтуынша, Қанаттың ауруы да Алланың қалауы екен. Алла сол ауруы арқылы менің кім екенімді көздеріне шұқып көрсетіпті. Қайта дер кезінде белгі беріпті. Әзірге саған бала тууға болмайды, деп баламды да түсіріп қойды. Дегенде мен, тоқта, қайдағы бала? Сенің балам түсіп қалды ма не? Деп шошып кеттім. Иә, мама, 1,5 айлық балам түсіп қалды. Аяғым ауыр екенін тест алып білгенде қатты қуанып едім. Бірақ енем қуанбаған сияқты. Өзімнің балам ауырып жатқанда, қайдағы бала? Деген еді. Бір күні түнде құптан намазын оқиын деп, жуынатын бөлмеде дәрет алайын деп жатсам, қайным, далаға алмайсыз ба? Жылы суды құрта бермеңдер, деп еді ғой мамам, дейді.
даладан қорқамын, десем маған айқайлап кетті. Үйде ешкім жоқ еді. Қанатты молдаға алып кеткен. Сол қайнымен ұрысқан күні ішім қатты ауырып, астымнан бірдеңе лоқ етіп түскендей болды. Әжетханаға кіріп қарасам, ұйыған қан екен. Ішім қатты ауырып, жылап-жылап жатып қалдым. Бірақ сол кезде дәрігерге де апармады. Енем келгенде айтып едім, ештеңе етпейді, Алланың қалауы сол шығар, деп жатқызып қойды. Дегенде қызым жылап жіберді. Мен мынаны естіп, жынданып кете жаздадым. Ерке, мен қазір барып, енеңнің шашын жұламын, деймін орнымнан атып тұрып. Мама, ештеңе демеңізші, уәде бердіңіз ғой, өткені өтті ғой. Бәрібір ажыраспайтын болған соң, дауласудың қажеті жоқ, дейді ғой күйдіріп. Ақерке, сен не деп тұрсың? Сен ол босағаға қайтып бармайсың. Мені де өлсін демесең, ол үйге қайтып барма. Манадай жағдайдан кейін қалайша ажыраспаймын деп отырсың, деп айқайлап кеттім. Мама, мен атама Қанатты тастап кетпеймін, деп уәде бергенмін. Атам өте жақсы адам. Ол маған, сәл шыдасаң, бұл үйден бөлек шығарамын. Күйеуіңді алып, мына үйден қашыңдар, ұлымды анасынан құтқар. Ол бекерден бекер ауырып жатқан жоқ. Бала күнінде аттан құлап, басына зақым тиген болатын. Меніңше сол жарақат енді қысып жатқан сияқты. Ұлымды тәуіппен молдаларға апара бергенше, медицинаның көмегіне жүгінсе болады ғой. Мені тыңдамайды, көріп жүрсің. Ертерек, бұл үйден құтылмасаңдар, ажырасып тынасыңдар, деген атам. Сол үшінде мен Қанатты ол үйден құтқарғым келеді. Қанаттың мінезі атама ұқсаған. Тек енемнің сөзіне еріп, кейде дауыс көтергені болмаса, екеуміз жеке отырып, әңгімелесіп қалсақ, енем жүгіріп келіп, мені немесе Қанатты жұмсап жібереді. Екеумізді сөйлестірмейді. Қанат ауырып, Жетісайға барып келгелі жақындаспаппыз. Яғни енем жақындатпайды. Бір күнде 24 сағат болса, біз 2-3 минут қана сөйлесеміз. Бір-бірімізді сағынамыз. Бір үйде тұрсақ та алыстап барамыз. Бірақ сол дуа жасалды деген сөзден кейін енем біздің ортамызға түсіп алды, дейді қызым. Онда неге ұстап отыр сені? Күйеуінің қасына жатпасаң, бірге отырып тамақ ішпесең, не үшін жібермей отыр, десем. Жұрттардың сөзіне бола ұстап отыр мені. Баласы ауырып, келіні тастап кетіпті, деп күледі деген сөзін естіп қалғанмын. Сонда мені тек үйінің тірлігіне бола ұстап отыр екен ғой. Өткенде осы жаққа келердің алдында тағы бір молдаға барғанбыз. Мені де алып барды сол кезде. Енем менің көзімше, баламды мынау дуалапты, соны қайтара аласыз ба, дейді ғой. Сонда молда күліп жіберіп, сіз не деп отырсыз? Мына қыз періштедей тап-таза ғой. Қалай ұялмай айтып отырсыз мына сөзді? Қайта, сіз осы қызға аудармақшы болыпсыз ғой, деп ұрсып берді. Қызымның мына сөзін естіп, шошып кеттім. Тоқта, сені де оқытуға апарды ма не? Деймін шыдай алмай. Иә мама, Жетісайдағы молдаға 2-ші рет барғанда мені де апарды ғой. Қанат екеуміздің басымызды тақап қойып, иығымнан сілкілеп отырып оқыды ғой, деп отыр. Ерке, енді манаған шыдай алмаймын мен, дедім телефоныма жабысып. Қызымның хабарласпа дегеніне қарамай, құдағиға телефон соқтым. Құдағи, Еркені оқытуға не үшін апардыңыз? Десем, баламның айқайлағаннан шошып қалған соң, оқытып жіберейін дегем, дейді тұтығып. Сіз менің қызыма дуаны аударамын деп бастарын түйістіріп қойып оқытыпсыз ғой. Кім ол молда? Маған мекен жайын беріңіз. Мен қазір барып, оны сотқа беріп, бұтыштын шығарайын. Оның сандырағы қызымның өмірін қорғылды ғой, деп жатқанда тұтқаны қоя салды. Қаным басыма шапты. Қайта хабарласам көтермейді. Арада 20 минут өтпей, қызыма Қанат хабарласып ұрсыпты. Далада отырсам, жүгіріп келіпті, ботадай боздап. Мама, енемді үй ішімен соттатамын дегеніңіз ба? Неге олай дейсіз? Қанат екеуміз ұрсып қалдық, деп жылап тұр. Әй, мен тек молданы соттатамын дедім ғой, дедім. Мама, енемнің құйтырқылығында сөз жоқ, таза әрті сол. Алдында маған ауылыңа барып кел, деп алады да, мен киініп жатсам, Қанатты қайырып жібереді. Қанат, мен ауырып жатқанда сен қыдырып жүресің бе, десе көңіліне қарап, ешқайда бармай қоя саламын. Сыртқа шықсам,
ауылыңа бармадың ба не? Деп түк болмағандай күлгірсейді. Мені түк білмейді деп ойлайды. Бірақ мен бәрі соның ісі екенін білемін, дейді қызым. Таң қалдым. Алдында тәтті шайда кездескенде бізге құда да, құдағи да ұнаған. Тіпті көпті көрген апамда ұнатып, жақсы адамдар сияқты деген, төгіліп қалған, ұзын көйлек киіп, басына әппақ орамал тартып алғаны, сондай әдемі жарасып тұр еді. Намаз оқимыз, үй ішімізбен намаз оқимыз, деп қайталай бергеніне де мән бермеппін. Санасы уланғандар екенін қайдан білейін. Адамның сыртқы пішініне емес, жан дүниесіне қарау керек екен ғой. Бір көргеннен адамды танып білу мүмкін емес қой. Бетперде таққан адамдар қаншама мына өмірде. Оларды тіпті өз баласының тағдыры қызықтырмайды. Біреуге жаманшылық жасап, өз ұрпағына зиян келтіріп жатқанын білмейді. Білсе де ертеңін ойламай, момындарға қиянат жасайды. Қазір қызым үйде. Ол күйеуінен ажырағысы келмейді. Мен бармайсың деп отырмын. Күйеу балада шешім қабылдай алмай. Ажырасатын шығармыз, бір айдай бөлек тұра тұрайық. Сені қимаймын. Мамам бөлек шықпайсыңдар деп отыр. Деп не істерін білмей ол отыр. Енді бар үміт атасында. Атасы вахтадан келсе, бір шешімін шығарар деп отырмыз. Қазір қызымның реңі кіріп, көзі ашылып қалды. Маған салса, ол отбасына жолатқым келмейді. Бірақ қызымның көңіліне қараймын. Күйеуін құтқарамын дегеніне қуанамын бір жағы. Екеуі бір-бірін жақсы көретініне сенімдімін. Меніңше, ешқандай дуада жоқ, жында жоқ сияқты. Тек баланы толық тексеріп, дәрігерге қарату керек сияқты. Кейбір аналар өз балаларын қорғаймын деп жүріп, зияны тиіп кететінін білсе ғой. Баласы жігіт болып қалса да, ол үшін шешім қабылдап, әр қадамын бақылап отырған дұрыс емес деп ойлаймын. Жас келіннің сол үйге сіңіп кетуі ең бірінші енеге байланысты. Баласын қызғанатын енелер де бар. Өз көзімізбен көріп те жүрміз. Бірақ соны өздері мойындамайды. Отырып алып, келінін жамандайды. Менің балам деген, менің балам алтын ғой, деп тек баласын жақсы көріп, келінін бауырына басқысы келмейді. Екеуі бір-бірін қатты жақсы көріп, өліп өшіп тұрса, баламның басын айналдырып алған, деп шығатын аналар да бар. Жап-жас, бесіктен белі шықпаған қыз дуаны қайдан біледі? Тәуіп ақсылардың 90% дуа жасалған деп айтады. Неге? Өйткені оларға сол выгодно. Дуа десе, сіз сол дуаны қайтарып бер, деп міндетті түрде айтасыз. Ал ол деген қып-қызыл ақша. Ұлыңыз үшін барыңызды беруге дайын тұрасыз. Құдағиымыз Жетісайдағы молдаға бір жылқының ақшасын беріпті. Әрине, одан кейін ол молда кінәлі адамды табу керек. Еш ойланбастан, мынау, деп жас келінді көрсете салған. Оның бір ауыз сандырағы қыздың тағдырын талқандағанмен жұмысы жоқ. Шарлатан дейді ондайларды. Қасиеті бар, мықты молдалар бар әрине. Бірақ қайсысы шынайы, қайсысы алаяқ екенін ажырату қиын. Қазір алаяқ тәуіппен арамза молдалар көбейіп кетті. Оған сенушілер көбеймесе азаймай тұр. Өте өкінішті. Құдағидың өзі намаз оқып жүріп, сондайларға бару күнә екенін қалай білмейді. Соны түсінбедім мен. Аллаға серік қосу демей ма ондайларды? Олар сенің мәселеңе қарап, не істегің келеді, соны айтып бере салады. Яғни, өзіне тиімді нәрсені айтса, саудасы жүреді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Тәуіптерге сенуге бола ма? Дуа дегенге сенесіз бе?